Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар. Бүгін қазақ әдебиеті сабағының тақырыбы таза мінсіз асыл сөз бөліміндегі Қобыланды батыр жыры алғашқы сын. Бүгінгі сабақта қол жеткізетін оқу мақсаты әдеби шығарманың жанрына қарай фабуласы мен сюжеттік дамуын сипаттау. Осы оқу мақсатына бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығармалардың жанрын және тақырыбы мен идеясын анықтау. Осы сабақта біз сіздермен мынандай бағалау критерийлерін ұсынып отырмын. Шығарманың мазмұнымен таныса алады, жанры мен тақырыбы мен идеясын анықтайды. Балалар, жаңа сабаққа көшпес бұрын бүгінгі сабаққа мен сіздерге мынандай бейне материал ұсынғалы отырмын. Таныс боламыз. Батырлар жыры халық ауыз әдебиетіндегі ең бай да көне жанрлардың бірі. Эпостық жыр халық өмірінің тұтас бір дәуірін жан-жақты қамти отырып, сол тарихи кезеңдегі батырлардың сыртқы жауларға қарсы ерлік күресін, ел ішіндегі әлеуметтік қайшылықтар мен тартыстарды бейнелейді. Тарихи жыр ең алдымен көркем шығарма. Ол өзінің жанрлық нысанасына қарай шындықты өзінше қорытып, оны өзінің көркемдік өзгешілігіне қарай өріп отырады. Эпостық жырлар адамзат қоғамының тарихи даму үрдістерімен бірге жасап келеді. Жарайсыздар балалар, ал енді мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Батырлар жыры әдебиеттің қай түріне жатады? Қандай батырлар жырын білесіңдер? Батырлар жыры эпостық жырлардан айырмашылығы неде? Батырлардың бойында қандай қасиеттер болу керек? Жарайсыздар балалар. Ал енді біз сіздермен Қобыланды батыр жырына байланысты мынандай анықтаманы жазып алайық. Қобыланды батыр жыры қазақ халқының қаһармандық жыры. Негізгі мазмұны шет ел басқыншыларынан елді қорғау. Осы жолда асқан ерлік көрсеткен ер азаматтардың батырлық істерін көрсету. Қобыланды батыр жырын жинау тек 19 ғасырда қолға алынды. Жырдың бізге 29 түпнұсқасы жеткен. Осы 29 нұсқасының 26-сы Қобыланды батырдың ерлігі жайында, ал 3 нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырлар туралы жазылған. Қобыланды батыр жырының заңды жалғасы болып есептелетін Қарлыға қыздың достығы, махаббаты, ерлік істері жайында тағы бір жыр бар. Бұл нұсқалардың көбісі кейінгі кезде жинақталған. Ал енді балалар, қазір экранға назар аударамыз. Қобыланды батыр жырының даму тарихымен таныс болайық. Қобыланды батыр қазақ еліне ең кең тараған және халықтың сүйсініп тыңдайтын жырының бірі. Қобыланды батыр жырын жинау, хатқа түсіру жайы тек 19 ғасырда ғана қолға алынды. Жырдың бізге 29 нұсқасы жеткен. Оның 26 нұсқасы Қобыланды батырдың ерлігі жайында, ал 3 нұсқасы Қобыландының балалары Бөкенбай мен Киікбай батырларға арналған. Қобыланды батыр жырының 29 нұсқасының ең көлемдісі Марабай нұсқасы. Бұл қаһармандық жыр көркем шығарма болғанмен, онда тарихи негіз бар. Ондағы жер, су және кісі аттары осыны айғақтайды. Ерлік жыры тарихи деректер, шежіре көздері Қобыланды батырдың хас батыр болғанын дәлелдейді. Ол жас кезінде көшпелі өзбектер мемлекетінің билеушісі Әбілқайыр ханның жанында жүреді. Ханның арандатуымен Қодан тайшының ұлы Дайыр қожаны өлтіреді. Бұл оқиға Керей мен Жәнібек сұлтандардың Әбілқайырдан бөлініп, 200 мың адаммен бірге Шу өзені бойына көшуіне, сөйтіп жаңа мемлекет Қазақ хандығының пайда болуына алып келеді. Қобыланды батыр Маңғыт ордасындағы саяси оқиғаларға да белсене араласқан. Қазан қаласына жасалған жорыққа қатысқан. Жырдың ең көне түрі бізге жетпеген. Қобыланды батыр жырын жырлаған ақын, жырау жыршылар өзі өмір сүрген дәуір тұрғысынан толықтырып, өңдеп, әрлеп отырған. Әуезов, Мұқанов, Марғұлан, Ғабдуллин,
Нұрмағамбетов сынды ғалымдардың зерттеу еңбектерінде Қобыланды батыр жырының мазмұндық, көркемдік қасиеті жан-жақты қарастырылған. 7 буынды тармақпен жырланған эпостың тілі айрықша көркем. Эпитет, теңеу, салыстыру, бейнелеу, әсерлеу молынан кездеседі. Жырдың этникалық сипаты да арнайы зерттелген. Қобыланды батыр жырының басқа халықтар эпосынан айырмашылығы сол. Онда батырдың атанасы, жұбайы, серіктері, тұлпар аты, қару-жарағы ерекше суреттеледі. Қазақтың батырлық жырында әсіресе Қобыланды батырда кіріспе тарау қартайған ата-ананың қайғылы тағдырын суреттеуден басталады. 80-ге жасы келгенше бір бала көрмей тоқтарбай, қайғыменен қан жұтып, ақылынан адасқан, шөлесі сұңқар қияқсыз, еш нәрсе көрмей дүниеден өткенім деген тұяқсыз деп, зарлаған атана мойындарына бұршақ салып тілеп жүріп перзент көреді. Енді балалар, Қобыланды батыр жыры жалпы ең алғашқы кезде 19 ғасырда пайда болған. Қобыланды, Қара Қыпшақ Қобыланды негізінде 15 ғасыр шамасында өмір сүрген. Ол батыр, тарихи тұлға. Қара Қыпшақтан тараған Тоқтарбайдың баласы. Ерте тарихи деректер бойынша Қобыланды батыр көшпелі өзбек тарихынан тараған Әбілқайыр ханның 5 батырларының бірі болып саналады. Қобыланды батыр өзінің ерлігімен, өзінің батырлығымен елге танымал болды. Ол жаулардан өз елін қорғай білген батыр. Бүгінгі жаңа тақырыбымызға байланысты оқу мақсатын жүзеге асыру үшін мынандай әдеби ұғымдармен таныс болайық. Фабула латын тілінен аңыз, әңгіме, ертегі, мысал дегенді білдіреді. Көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу. Сюжет дегеніміз француз тілінде зат деген ұғымды білдіреді. Ол эпикалық және драмалық, кейде лирикалық шығармаларда қозғалыс үстінде көрінетін оқиға барысы, әрекет дамуы. Қобыланды батыр жырында оқиғаның дамуы оған қатысушы адамдардың өзара байланыста, қарым-қатынаста, күрес, тартыстарда болатынын көреміз. Қимыл, іс-әрекет, талас-тартыс үстінде әркімнің мінезі, наным-сенімдері айқындалады және сол адамдардың қарым-қатынастарына жырды бізге жеткізуші, айтушының қалай қарайтын ойы, көзқарасы да сезіледі. Осылардың бәрін бір сөзбен шығарманың сюжеті деп атайды. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін біз сіздермен бірнеше тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмаға экранға назар аударыңыздар. Шығарманың тақырыбы мен идеясына болжам жасап көрейік. Шығарманың аты, тақырыбы, идеясын мақалмен түйіндеу, тәрбиелік мәні. Дескриптор шығарманың тақырыбын, идеясын табады, тәрбиелік мәнін ашады. Жарайсыздар балалар, ал енді келесі тапсырмаға назар аударамыз. Бірінші тапсырма, Қобыланды батырға қатысты теңеулерді тауып мінездеме беріңіз. Екінші тапсырма, батырдың киімдерін, қару-жарақтарын тауып, екі қатарға тең бөліп жазыңыз. Ал енді балалар, өзімізді тексеріп көрейік. Қобыланды батырға қатысты теңеулер: Қобыланды нар түйедей, ақ сұңқар құстай, түлкідей, арыстан туған қаһарман. Батырдың киімдері: дуылға, сауыт, жамылғы, белдік. Қару-жарақтары: садақ, жебе, найза, сүңгі, айбалта, қалқан, қанжар, қылыш, семсер, мылтық, шоқпар. Сау болыңыздар.